екінші дүниежүзілік соғыста, ұлы отандық соғысында, яғни жеңісті жақындатқан жеңімпаз адамдар қазір кемде кем. Солардың біреуі мен айта кетейін деп отырған Әбдуәлі Жаңатаев туралы. Әбдуәлі Жаңатаев ұлы отан соғысына 1943 жылы Созақ ауданынан аттанған. Әуелі Ақмолада дайындықта болып, кейін 27 қазанда Москваға жеткізілген. Әбдуәлі Жаңатаев орыс тілін жақсы білетін болғандықтан сержанттар дайындайтын курсқа алып қалмақ болған, бірақ оған ол кісі өзінің келісімін бермей соғысқа барғысы келетіндігін туралы айтқан. Содан Калинин туған колхозға келеді. Яғни ол Беларусь майданына 127 дивизиясына түседі. Арада біршама уақыт өткенде Ыржев қаласына жаудан азат етуге қатысады. Бұл Әбдуәлі көкеміздің алғаш ұрыс даласында шығуы еді. Өзінің сұрапыл соғыс жылдарда көрген білгенін, бастан өткерген оқиғаларын бұлайша айтып беріп отыратын. Соның бірі дәл қасынан снарядтың жарылуы еді. Күн суық, бір сәт тыныштықты пайдаланып, тірі қалған екі жолдасымен үшеуі окопта отырғанбыз. Бір кезде ортамызға снаряд түсіп, үшеуміз үш жаққа ұшыппыз. Кейін есімді жинасам, біреуіміздің аяғымыз, біреуіміздің қолымыз жарақаттаныпты. Бәріміздің сау жеріміз жоқ. Сонымен Чебоксарға госпитальға түстік. Арада 3,5 ай өткенде қайтадан соғыс алаңына аттандық. Бірақ бізді соғысуға емес, бұл жолы жұмыс істеуге алып барды. 195 адаммен Мурманск флотына жұмыс батальонының қатарында болдық. Содан 1945 жылы қаңтардың 3-інде елге қайтарылдық. Москваны араладық, Түркістанды көрдік, одан туған жерім Созаққа қайттық. Енді өскен жерде көріп мауқымызды бастық дейтін Әбдуәлі Жаңатаев. Ардагер ақсақал содан ащы сай фабрикасына, Қорғасы мырыш комбинатына жұмысқа орналасып, жұмыс атқарды жұмысшы болып. Кейіннен ащы сай жерінде өзінің жұбайымен танысып, отау құрып, 3 ұлды, 3 қызды өмірге алып келіп, үйлі жайлы отбасына айналды. Рахмет.